Қайырлы күн достар баршаңызға. Бүгінгі сіздерге жасап көрсететін тағамым қырғыз ұлтының өте дәмді әрі тойымды тағамы штрули дайындайтын боламыз. Бұл тағамды жалқаулардың мантысы деп те айтады екен. Ал кеттік, онда бірге жасап көрейік. Бұл тағамның бір ерекшелігі үйде бар заттардан, қолжетімді ингредиенттерден дайындалады. Мен орамжапырақ, сәбіз, картоп, ет, тәтті бұрыш, пияз және дәміне қарай дәмдеуіштер қостым. Бұл заттардың барлығы әрбір үйден табылады деп ойлаймын. Енді мен көп уақыт алмасын деп етті, көкөністерді алдын ала турап аламын. Картопты, етті, тәтті бұрышты кубиктап үлкендеу қылып тураймыз, ал орамжапырақты, сәбізді, пиязды кішкене майдалап тураймыз. Себебі қазір штрулидің қамырына ораған кезде ыңғайлы болу үшін сол майдалап тураған дұрыс болады. Ал енді біз бастаймыз. Ең алдымен қазанға жарты кеседей сұйық майды құйып, оған пиязды, тәтті бұрышты салып қуырамыз 5 минуттай. Одан кейін етімізді салып шамалы қуыратын боламыз. Достар, егер де сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде дәл қазір тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін әлі де жақсы рецепттерді шығаратын боламын. Дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз. Мен 1 шай қасық тұз және жарты шай қасық қара бұрыш салып қуырып алдым. Енді бетін жауып 10-15 минутқа қуырып аламыз. Енді біз осы аралықта оқтаумен қамырын жақсылап жұқалап жайып алатын боламыз. Міне осылай жұқалап жайып алдым. Енді мына артық шеттерін алып тастаймын. Мантының қамырына кесеміз ғой, соның көлеміндей қылып кесіп дайындап аламыз. Достар, менің каналымда ыстық тағамдардың сан түрлі рецепті бар. Егер көргіңіз келсе, мен видеоның соңына заставка қалдырамын. Сол жерден толық видео рецепті көре аласыздар. Қамырымды жайып болғанша мына жақтағы қазандағы етте өз сөлінде қуырылып дайын болып қалған екен. Енді біраз қазық томатты қосып 2 минут қуырамын да 2-3 кесе салқын су құйып бетін жауып қоя тұрамын қайнағанша. Су қайнап бастаған кезде кубиктап туралған картоплымызды саламыз. Достар, менде штрульді жасап жатқан сәт видеоға түспей қалыпты. Жаңа біз сыншылап қамырды кесіп алдық қой. Сол қамырдың әрқайсысын 20-25 см көлемінде кесіп аламыз. Сол кесіп алған бөлігімізге овощной начинкамызды салып, бір-біріне бетін қайырып, домалақтап орасақ, бізде гүл сияқты форма шығатын болады. Міне достар, бізде осындай роза гүлі тәрізді өте әдемі формада штрулилар шықты. Енді осы штрулиларымызды қайнап тұрған сорпаға бір-бірден салып орналастырып, қақпағын жауып 20-25 минут қайнатып пісіріп аламыз. Міне осымен біздің штрули тағамымыз дайын болды. Достар, егер де сіздер манты жасағыларыңыз келіп, бірақ ет турауға, фарш дайындауға ерінетін болсаңыздар, онда осы мен сияқты штрули тағамын дайындап бере салсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айзат.